Тоқаев жаңа Қазақстан деген осы ма? Дәл осындай ұрандар оппозициямен жиі айтылып жатыр. Бүгін мен бұл тезисті талдап, оның қаншалықты орынды екенін түсінгім келеді. Жаңа Қазақстан деген түсінік президентпен қаңтардағы оқиғалардан кейін айтылған болатын. Халқымыздың тұрмысын, еліміздегі саяси процестерді қайта құру туралы ұсыныс үш негізгі мәселені шеше алды. Біріншіден, мемлекеттік қызметті жасампаздық бағытқа орнату. Екінші, нақты мақсаттарды белгілеп, оларды орындайтын жоспар құру. Үшінші және ең маңыздысы, мемлекеттілікті сақтау үшін қоғамды біріктіру, яғни консолидация жасау. Бұл саяси технологияның керемет үлгісі. Енді қоғам күткен үміт туралы. Шенеуніктер мен депутаттардың жұмысын сынауды бәріміз жақсы көреміз. Бір қолда шай, екінші қолда смартфон ұстап, өз претензияларын жазатындар жетеді. Бірақ бұған дейін бір нәрсені ұғу керек. Тоқаев халыққа жаңа қоғамдық шартты ұсынды. Мұның мәні өмірге деген бұрынғы көзқарастарды қайта қарастырып, өмір кітабының жаңа бөлімін бастау. Өз еліміз үшін жауапкершілікті басқаларға итермей, өз қолыңмен үлес қосу. Президент сізді немесе мені жаңа өмір сүруге мәжбүрлей алмайды. Таңертең ерте тұрып жаттығулар жасауға, дұрыс тамақтануға, күні бойы жұмыс істеуге қиналмайды. Біз ересек адамдар ретінде іс-әрекеттерімізге жауап беруге, өз проблемаларымызды өзіміз шешуге және елімізді дамытуға міндеттіміз. Біз бала емеспіз. Қолымыздан жетектеп жаңа Қазақстанға әкелетін ешкім жоқ. Жаңа Қазақстан бұл ең алдымен жылдар бойы жиналған қателіктерді мойындап, жүйені жаңарту. Бұл кинодағы сиқырлы таяқша емес, барлық ауруларды емдейтін дәрі де емес. Бұл ескі әдеттерден, кей кезде зұлымдықтан да бас тартып, әділ жолға тұру. Әрине, мұнда биліктің ең алдымен жоғарғы биліктің рөлі зор. Даму бағытын солар орнатады. Бірақ қоғамда қимылдау керек. Әрине, шенеуніктер қателесетін болса, әкімдіктерге мұны айтып отыру керек. Демократиялық елде және либералды елде тұрамыз ғой. Ал тұжырымдама жарияланған соң 1,5 ғана өтті ғой. Бәрі жоғалды, бәрі ұмытылды деген сөздер дұрыс емес. Ағаларымыз айтқандай, ең үлкен ақымақтық бұл күнде бір ғана іс жасап, ертеңге өзгеріс күту. Алдындағы Тәжікстан мәдени күндері аясында өткен жәрмеңке ше. Көрші ел алдында ұятқа қалдырған адамдар кейде деп ойлайсыз ба? Біреу қалтасында жақсы смартфоны болса да, қарбызды ұрлау үшін жүзінде аяқпен басып жатыр. Екіншісі, жақсы киінген, бірақ декор элементі ретінде тігілген шатырдан табақты кесіп тастаған. Коронавирус кезінде мемлекеттен 42.500 теңгені алғысы келгендердің арасында жек өніп жүргендер, үлкен үйлерде тұратын азаматтар болды. Үй алмай, төлемдерді алып алды. Кедейлік біздің адамдарда бар, бірақ ол ой санамызда. Бұл Ұлы Абай айтқандай, бірімізді біріміз аңдып, жаулап, ұрлап, кірпік қақтырмай отырғанымыз. Өстіп жер жүзіндегі жұрттың қоры болып, бірімізді біріміз аңдып өтеміз бе? Жоқ. Қазақ ортасында да ұрлық, өтірік, өсек, қастық қалып, өнерді, малды, түзден, бөтен жақтан түзу жолмен іздеп, өрістерлік күн болар мекен? Әлеуметтік желілерде полицияны жамандаған алдында, Тараз қаласының орталығында террористің гранатасын денесімен жапқан Ғазиз Байтасов сияқты офицерлер қызмет еткенін ұмытпауымыз керек. Өз өмірін құрбан ете отырып, ол оңдаған отандастарын сақтап қалды. Асқар Забекулин, төтенше жағдай министрлігінің қызметкері, жас жігіт, көп ойламай өз өмірін тапсырып, Астанадағы жанып жатқан үйден бірнеше адамды шығарды. Құрметті көрермендер, мыңдаған мысалдар айтуға болады. Сыбайлас жемқорлық тек мемлекеттік қызметкерлердің проблемасы емес. Бұл бүкіл елімізде тараған індет. Жалпы алғанда кез келген билік бұл қоғамның бір бөлігі. Онда бүкіл халықтың барлық артықшылықтары мен кемшіліктері бар. Өзгеріс уақыты келді ме деген сұрақ қойсаңыз, менің жауабым иә. Біз өзгерістерді не өзімізден бастаймыз, не әдеттегідей бір-бірімізбен дауласып, біздің орнына проблемаларымызды шешетін ағаны күтеміз. Бұл ең бірінші ұғатын, түсінетін нәрсе. Сау болыңыз.